Жалпы мен осы мектептегі атқаратын басты ол мектептің іс-шараларға белсене атсалысу. Жалпы дебат деген не? Және ол несімен пайдалы және несімен қызықты? Осы туралы айта кетсек. Дебат француз тілінен аударғанда талқылау дегенді білдіреді. Жалпы ол белгілі бір жиылыста, яғни мәжілісте пікір таласу. Дебаттың басты ерекшелігі адамдар, яғни қатысушылар екі түрлі ойда болады. Бірі жақтаса, бірі жақтайды. Дебат адамның өз ойын еркін және ашық білдіруге зор ықпалын тигізеді. Мектебімізде 2 жылдан бері сөз мерген дебат клубы жұмыс жасайды. Бұл клубтың, яғни үйірменің қатысушылары қалалық деңгейде көптеген дебат байқауларына қатысып, жүлделі орындар мен үздік спикер атақтарына ие болған. Бүгін біз осы клубтың жетекшісіне сұхбат алатын боламыз. Міне, біз дебат клубының жетекшісі мен қатысушылары отырып өзара ақылдасатын кабинетте келдік. Қазір осы кабинетке кіріп, жетекшіден осы клубтың ашылу тарихын, яғни қысқаша сұрақтар қойып білетін боламыз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Бүгін сізге дебат клубының, яғни сөз мерген дебат клубы жайлы бірнеше сұрақтар шығармыз. Жалпы осы сөз мерген дебат клубы қандай жұмыс жасап жатыр, қандай жетістіктері бар, сол туралы айтып кетсеңіз. Енді бұл дебаттың ашылуына барлығына тоқтала кететін болсам, негізі ашылу көлемі бір 2-3 ай уақыт болып қалды. Сол уақыттың ішінде қаншама жетістіктерге жетіп, қаншама биіктерге көріп жатқанымызды айта аламын. Үздік спикер, 3-ші орын, 2-ші орын және де басқа көптеген орындардан көріп отырып, енді айта берсек оның тағылымы мол. Негізі мынау дебатқа көшпей тұрып, сөз мерген деген атының өзі қандай екенін, неден шыққанын айтып өту. Сөз мерген деп не қойды? Өйткені осы сөзді айтқан кезінде мергеп, дөп түсіп айтсын деген ниетпен осы сөз мерген деп қойған болатынбыз. Енді ары қарай сөзімізді мергеп айтып жүрміз деп сенемін. Бұл дебатқа қаншама оқушылар қатысады, бастапқы оқушылары және одан кейінгі оқушылар өздерінің ары қарай тәлімдерін алып, осы білімдерін шыңдап, өнерлерін одан ары өріп жатыр деп айтқым келеді. Енді дебат деген жалпы не? Дебат деген жалпы осы екі адамның бір-біріне деген қарсылас айтқан сөздері ғой. Жақтаушы, яғни оппозиция спикерлері, үкімет осылар болып бөлінеді. Жалпы біздің дебат американдық форматта жүреді. Дефиниция, оның ішінде аргументтер, философия және статистика, осылардың барлығы бір дебаттың ішіне сыйып кету керек. Соны жаңағы оқушылар қорғап, өзінің пікірін, өзінің айтатын жүйелі ойын жеткізу мақсатында осы дебат екі жаққа бөлініп, өздерінің құқықтарын қорғай алады. Әрине бұл жағынан біздің мектептің оқушылары алда деп айта аламын, өйткені біз 2 жыл қатарынан, 3 жыл қатарынан үздік спикер атағын алдық. Оны өзіңіз көріп тұрсыз, өзіңіз алдыңыз ғой сол спикерлік атақты. Енді ары қарай біз жұмыс жасай береміз. Ары қарай айтады ғой, алға қадам басқанды, алға қадам бассақ оны кейінге жол жоқ деп. Соған байланысты енді біз алға қарай жүре береміз. Әлде біздің жаңағы дебаттар шығады деп айта аламыз. Пікіріміз ең бастысы оң болсын, айтарымыз оң болсын. Және тағы бір нәрсе, осы дебат жалпы адам бойында қандай қасиеттерді ашады, несімен пайдалы, сол туралы айта кетсеңіз. Дұрыс айтасыз. Енді осы сұрақты мен де білемін. Негізі қазақ халқында шешендік деген өнер бар, шешендік деген дәстүр бар. Бұл бізден кейін шет қалып бара жатыр қарап отырсақ. Басқа нелерді қарап жатсақ, мысалы студенттердің басқа бір нелерде шоғырланып жатқан адамдардың көптеген дәрістер қарап жатсақ, оларда не бар? Тілбайлық бар. Ал бізде көбінесе не жетіспейді? Тілбайлық жетіспейді. Абай атамыздың өзі айтқан екен, егер тілім бай болсын десең, оны оқи бер деп. Соған байланысты мен де айтқым келеді, осы дебатты қалыптастыру үшін, дебатты ары қарай дамыту үшін ең бірінші біздің сөздік қорымыз бай болу керек. Дебатты үйренген адам не істейді? Дебатты үйренген адам бұл сөзге де тілге де шешен болады. Яғни дебаттың ар жағында түбінде тұрған ең басты құндылық ол шешендік өнер. Сол шешендік өнерімізді біз ары қарай дамытып, өзіміздің айтар ойымызды жеткізіп, қарсыласқа тікелей сөйлей аламыз. Біздің мақсатымыз сол. Жақсы жауаптарыңызға рахмет. Сіздерге әрі қарай табыс, жеңістер, көптеген жетістіктер тілеймін. Сау болыңыз. Әміне саған да жетістіктер тілеймін. Алда шығармашылық табыстар. Осылай дебатымыздың атын шыңға шығарып жүре беріңдер. Шын жүректен тілектеспін.
Міне, қорытындылай кетсем, жалпы менің мектептегі міндетім осы дебат фракциясына жауапты болу. Дебаттың алар орны мен үшін өте ерекше. Себебі осы дебаттың арқасында мен өз сөзімді еркін жеткізуді, және де қоғамға тез сіңісіп кетуді, көптің алдында сөйлеуден ұялмауды, яғни тағы да басқа осындай адам бойындағы жақсы қасиеттерді, яғни өз ойымды еркін білдіру сияқты қасиеттерді үйрендім.